Біліп тұрады. Сол аналар үшін барлық тілектер қабыл болсын деп айтам, ал жалғастырады. Құрметті тойшы қауым, барлығыңыздың қадамдарыңызға гүл бітсін. Осы шаңырақтың иесі Кенжетай марқұмның ең кенже қарындасы Алтынаймын. Осы бүгінгі жастардың Нұрлыбек пен Бәкөштің бақытты болашақтың есігін ашып отырған күні, сондықтан барлығыны жақсы атсалысып, тек қана Нұрлыбек пен Бәкөш үшін деп, ас адамның арқауы арақ шарап, ақ көңілдің тарқауы деп, ең әдемі той деп, есте қалатындай етіп жақсы өткізейік. Денсаулық болсын ең бірінші, екінші сыйластық болсын, үшіншісі осы барлығымыздың күңіренген күніміз дәл бүгінгідей өте қуанышты, ұзақта бақытты күн болсын. Дина жеңгеміз ешқашан қайғыдан жыламасын, көзінен аққан бір тамшы жас қуаныштың жасы болып оралсын. Бауырымыз көре алмай кеткен қызықтың барлығын жеңгеміз көрсін деп, осы тосты Дина жеңгем үшін алып қойыңыздар. Қыз тілекші дейді ғой қазақтар. Біздің үйдің қыздары шеттерінен қамқоршы, шеттерінен жанашыр, ауырсаң бірінші жетеді, қуансаң қызмет етеді, бір пакетпен келеді, 5 пакетпен кетеді. Келіңіздер, жақындап тұруларыңызды өтінеміз. Қосақтарыңыз бар ма? Қосыламыз ғой толықтай. Тілек ортақ, бір екі адым ортаға шығайық, бір есепке фото сурет көсейік, инабан ортаға лайық кәнекей. Анау Абай атам айтқан ғой, адамның бір қызығы фото деген. Үлкендер карточка деуші еді ғой, баяғыда. Солай карточка кетсеміз қазір. Енді қонақтар, сіздер жоқсың сен қайнасаң, соны білмедім. Бірге барсаң бірден жоқ, сен бір елесің. Күнде таңында маған келесің. Күнде таңында маған келесің.
Kenja Xonning құрдастарының аттары анау тамаша келген көкөй. Апаммен бірге ортаға шығарып келсеңіз. Көп рахмет. Ой, көп рахмет, бір ағамыз айтып өшіп. 50-ден кейін көзің плюс болады, қалған жерің бәрі минус болады. Мен соған келіспеймін сізді көріп тұрып ала. Бір кеңіз, мынау сізге. Аха, мынау бір кеңіз сізге. Мұнан кейін Маңғыстаулықтар бұратта. Мұнда 65. Бәрекет, көп рахмет. Дені сау болса, аман жүріңіз. Жамбылда 90-та қарпын деген жоқ қой. Ал бәрекеті, тойын жалғай ағайындар. Көкайларымыз бар ма? Жерде бір қызды құшақтап атқан 65-ке келген жігіт шашы қап-қара көресіңдер өздері. Қасында әйелі отыр, соған жүрегі тұрып, жаңағы анадайды жасап атқан, мен өлем қазір. Енді рас, мен саған осыны бергім келіп тұр. Просто приз, ештеңе жоқ іште. Мың дегенде. Әңгіме жас 50-де 60-да емес қой. Көңіл шірген жас қой әлі. Анау жиренші ақынның бір керемет сөзі бар ғой. 50-де ел дейді екен жігіттерді өткірлік болып тұрса қылыштағы. 60-та екті болу екі талай кәдімгі әйеліңе уыстағы. 70-те аурушаң шал боларсың, тарлы өкпе бауыр қуыстары. 80-де серпілдеген шал боларсың, суға да ие болмай қуықтағы. 90-да томағадай шал боларсың, жыланның қабығындай таныстағы. Жігіттер жас күнінде ойында көр, көбімес бұл дүниенің қызықтары дейді. Әрине Kenja Хан көрмегенмен Аллаға шүкір бұл кісілер көріп жатыр. Әкеміздің құрдастары үшін бір Аллаға бір қойылы болады. Аман есен отырыңыздар. Сіздер барда, біздер әлі жассыз, біздер әлі баламыз. Аман есен отырыңыздар. Енді тойын шалғай ағайын. Осы қуаныш дастарханның төрін жаңа айттық қой, бастаушы біздер болғанмен қолдайтын, қолпаштайтын өздеріңіз. Енді биліктен сүйра шығарып жаңалық ашпаймыз, өздеріңіз көріп біліп жүрген Қаракөз қазақ баласының қуанышы тойы бір Атырауда қалыптасқан үрдіс бойынша осы жерде жалғасады ағайындар. Алла сәтін салса, думанды тойымыздың төрінде қазағымыз ұлы ас тағамы қазір төрлерімізге келеді. Сол тағамдарды біздің тамаша тағамдар жалғап, ақ тілекпен ақ батамызды арнап, Алла сәтін салса, үзіліске бір бір бой түзейтін боламыз. Тойымыздың басынан аяғына дейін бірге қатынасуға шақырамыз. Той болған соң жарасында әзіл қалжың, орынды ойын күлкі бірге жүретін сөзсіз-ақ. Шекарадан шығып әзіл айтпаспыз дегенмен әзілді әзіл ретінде қабылдауға шақырамыз. Анау заманымыздың заңғары Мұхтар Әуезов ағамыз айтпақшы, әзілде кек жоқ, өсекте шек жоқ деген бар. Қисық сөз күлкіге жақсы, қисық аяқ жүруге жақсы дейді ғой қазіргі қазағы. Сол айтқан әзілге әзілмен жауап қатып берген. Той тойлайық, сіздерге де дайындалған 90 түрлі бағалы сый-сияпаттың иегері атанып, олшалы жүлделі айтуларыңызға тілектесіпсіз бүгінгі тойдан. Енді той төріне қазағымыз ұлы ас тағамының басын, көшін бастап, той төріне құдалар дастарханнан бастап тартсақ жігіттер қыздар. Кәмекей. Қошеметті той болады. Ортадағы дастарханнан бастап шығарайық. Мінекей, президент гвардиясы секілді сән-салтанатпен алдарыңызға тартып жатыр. Біздер ойлайтын едік, осы қыздар ортаға алып шығып, неге айналып жүреді әлі белгілі. Сөйтсек суытып жүреді екен ана кетті. Ал енді ас алыңыздар ағайын, қазір енді ас жерінде неше түрлі етіктер шығып кетті ғой. Енді думанды тойымыздың төріне тамаша тілекті анау әзілдемеле жарасқан, үзілгендеріңді жалғайтын, жақсылығын аямай, жамандыққа бармайтын, өзінде бір керемет бағасы бар, құрметті нағашылар қауымын ортаға шақырмақпыз, құрметті Сағи апам көшіп бастап, Лейла апамыз қостап, және де сонау киелі Ақтөбе шаһарынан келіп жатқан нағашыларды түгелдей ортаға көтергіміз келеді. Марат Жамиға, Сәбит Рима, Ғабит Қалима, Хамид Тілек, Аманжол Гүлсезім, нағашы анамыз, Ақжан анамыз төрімізден көргіміз келіп отыр. Жоламан Алмас, Болат, Ақкүміс, Нұрлан, Айгүл, Кенес, Ақмарал, Қабден, Айман, Зания, Кенжес, Рафиғат, Оңай, Бағыт. Бұл бірінші бет, екінші беті бар әлі. Ортаға Шапағат, Райхан, Салават, Дариға, Меңдібай, Айман, Аман, Әсия, Арифолла, Әлфия. Енді көпшілік ағайын қол соқса, бұл кісі тіпті билеп шығамыз деп дайындалып келе жатыр. Кәнекей. Ағашқа, көпшілік
санасындай болып, мынау ауылайдың көріп қамшысындай болып жиылып жатырмыз. Құтты қадам болсын. Қош келдік. Таудың басына ақырып шалған ағамна басасам рұқсат па? Ал енді құрметті тойшы қауым, біздер мына 4-ші мегаполис арайлы Ақтөбе қаласынан келіп отырған Кенжетайдың нағашыларымыз. Ал енді Дина және де мына Құдайдың інілері, қарындастары, балдары бәріңе мына той құтты болсын, той қыласын, балдар бақытты болсын, жақсы болсын, қазақтың ұлағатты жанұясы болсын. Екі жаққа да бірдей болсын, тек жақсы жағынан бөлек. Осындай тек қуаныш той дастарханына жиналайық, бәрімізде аман болайық. Мына келген жылымызда құтты жыл болсын. Енді тойда барып не істеймін, келесі адам. Ал құрметті тойшы қауым, қош келдіңіздер. Ағам Қанатбекұлы, сіздер мына Ақтөбеден келген Кенжетайдың үлкен ағашыларымыз. Ал енді Дина жеңеше Кенжетайдың көрмеген сізден көріп, міне бүгін ұлыстың ұлы күні қазақтың кәдімгі наурыздың алғашқы күндерінде осындай үлкен мейрамханада той жасап аман болсын. Мына таңертеңгісін келіп елші қалып сәкеңменен асамды жіберіп сіздерге осы жаппас еліне барып аман сау. Осы бір құрулы елдің аманатын аман сау алып келген сәкеңмен асамды рахмет. Ал міне құрметті құдалар көрде отырған бүгін келіп осы дастарханға. Өрістеріңіз құтты болсын, қыз өріс дейді ғой. Отырған жерлеріңіз осы әрқашанда осындай төр болсын. Ал енді Нұрлыбек, Адагүл, бақытты болыңыздар. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, мол бақыт тілеймін. Бақыт деген ол екеуіңіз бір-біріңізге қарап тұрмау, ол екеуіңіз бір бақытта өмір сүрулеріңізге біз осы тілектеспіз. Сіздерді әрқашанда осы жақсы Қазақстанның жақсы бір үлгілі отбасы болуларыңызға тілектеспіз. Ал енді тойға келіп көтермелеп жатқан қауым бәріңізге де рахмет. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман, елбасы айтқан мәңгілі ел қазақ елі болып, осындай тойды әрқашанда бірлетіп жасап, қуанышты дастархандарда кездесе берейік. Соған тілектеспіз. Құтты болсын. Құрметті тойшы қауым, бәріміздің де тойымызға келіп, қуанышты келіп жатқан тойшы қауымға көп рахмет. Уақыттары өтіп келіп жатқандарыңызға. Ең бірінші бұл жиналып келеміз. Екі жастың дөңгелегінде отырып бізді қуанышқа бөлеп жатыр. Жаңа атап қалған Сәулеттің үлкен ағашы, әжесі, жолдастарға қатыса алмай отыр. Сондықтан ол кісінің сәлем бересін, дұрай сәлемін мен айтайын. Мен қолымдағы келдімін, алға келген ағашы бар. Нұрбектің бұл кісі де қазір жұмыс бабымен келе алмай жатыр. Бұйырса, ертең құдалықтарымыз сіздермен бірге болады. Сол үлкен кісінің айтқан сәлемі екі балаға бақытты болсын дейді, дендері сау болсын, үлгілі семья болсын. Осы алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба солай жүріп дейді. Осы әулетімізде жақсы әулеттің өзінде жақсы жанұялар бар, солардың өзіне жүре беріңіздер. Бақытты болыңыздар, мәңгі некелеріңіз құтты болсын. Енді Динаш апамызға да мама телефонмен өзі соғып айтты. Мама апа да барып өзінің батасын алды. Енді жездеміздің көрмей кеткен қызығын апамыз көре берсін ары қарай. Өзі де келін тәрбиелеп отырған жанұя. Енді құдалар қадамдарыңыз құтты болсын, отырған жерлеріңіз әрдайым төр болсын. Мына ұлыстың ұлы күнінде тойлап отырған тойыңыз бәріңізге құтты болсын. Бір жастарыңызбен тойшы қауым. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Динаш айналайын. Бүгінгі күні үлкен қуаныштың иесі болып тұрсын. Ол мынау бір балаң екеуі болып, бір ұрулы елменен құдандалы болып атырсын. Інім Кенжетай көрмегенменен
жиенім өзің көріп жатырсың қарғам. Қазақта жапырағың жайылсын дейді, міне бүгін бір рулы елменен құдамдалы болып, жапырағың жайылып жатыр, тамырың тереңдеп, ақ шашта ана болып, осы балдардан қызығын көріп, отыра бер дегім келеді. Құдалар қош келдіңіздер, қадамдарыңыз құтты болсын, орындарыңыз төр болсын, мың жылдық құда болыңыздар. Жақсы жанияға мен өзім інім дегенім Кенжетай Таздың баласы болғасын, мен апа болып, негізі Таздың қызымын, сондықтан апа деп мені Кенжетай өте жақсы сыйлайтын. Інім деп мен де оны бір үлкен төбе көретінмін. Ал Динаш өзімнің әкемнің қарындасынан туған, сондықтан жиен екеуі де бөтен емес. Бүгінгі күні сол Кенжетайдың шаңырағының кеңейіп, өрістеліп, осындай рулы ел келіп атырғанына біз қуаныштымыз. Сондықтан орындарыңыз төр болып, аман есен отырып, мың жылдық құда бола беріңіздер. Айналай Нұрдыбек, әкенің орнын ұл басады. Сондықтан шаңыраққа бүгін екеу болып келіп жатырсың. Құрып атырған шаңырағың бесігі, шаңырағың биік болсын. Шаңырағың биік болсын қарғам. Осы күнгі қазіргі заманның ұлы менен қызы болып, екі жақтың қуанышты баласы бола беріңдер. Ал енді апам заман болсын, екі жас бақытты болсын, құдалар құтты қадамдарыңыз болсын, орындарың тек төр болсын дегім келеді. Жезден көрмеген қызықты апа, көре беріңіздер, немере шөбереңіз дегім келеді. Балдар бақытты болсын. Құрметті той шоуым, бәрімізде нағаш жиын арқылы алыстан келген қатынашылар бар. Той-тойға болсын деп, наурыз құтты болсын деп, біз осы қуанышқа қосыламыз. Құрметті нағашылар, бұл жиеннің тойы, жиеннен туған жиеншардың тойы деп сан-сақтан жиылып жатырмыз ғой. Керемет тамаша тілектер айтып, жаңа апам бір төбетіп келе жатыр еді, кішкене тосылып құрақ қалып жатыр. Енді тілегіңізді істеп жатырмыз, апа, көңіліңіз ойыңыз бәрінде. Енді жалпы қазақ баласы тойға келген соң, ауызда отырып ассалаумағалейкум, сонан соң той құтты болсын деген тілек айтады. Енді сіз бен біздің еншімізге бұйырған 1-2 сағатта бәрімізге бірдей қолымызға микрофон тие қоймас, бірақ жұдырықтай жүректегі тілек екі жастың үстінде. Сондықтан сол тілекті бірге айтуға бола ма? 1, 2, 3, той! 300 грамм жетпей тұр ма деп қойды, иә? 1, 2, 3, той! Екі рахмет нағашылар, бірге болсын жақсы. Келіңіздер. Апам орнаға қойып, бір фото суретке түсейік. Келіңіздер. Өлеңге кесіп беремін ғой, келіңіздер. Мынау үйлерін жақын бірінің үстіне бірін салған қытайлар ұқсап жақын тұрып алыңыздар. Сосын фото суретке түсейік кәдімгі. Көктем айдағы бір тамаша үрдіс болсын. Алып ұшып, көктемнің хабаршы құсындай той көндеген түгелде жиылып жатыр. Рахмет. Тағамдарым алайық. Әкеге деген құрметпен бір тамаша ән болсын. Өнердің әннің кесегі осынау ұймады тойдың төріне жиылып жатқан азаматтарға қол бұлан балдарыңыздар. Кешақаның құрметте. Алтын арай
seni